Тағам өндірістеріне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу бір. 14-ші дәріс тақырыбы сапа жүйесінің сыртқы аудиті. Осы дәрісті игеру үшін келесі сұрақтар қарастырылады. Бірінші сұрақ сыртқы аудит процесінің мақсаты. Екінші сұрақ сыртқы аудиттің түрлері. Үшінші сұрақ аудит нәтижелерінің қорытындысын құжаттық рәсімдеу. Сыртқы аудит дегеніміз сапа менеджмент жүйесінің тиімділігін бағалаудың маңызды құралдарының бірі болып табылады. Сыртқы аудит ұйымнан тәуелсіз сертификаттау органы немесе тапсырыс беруші тарапынан жүргізілетін ресми тексеру. Сыртқы аудиттің ерекшеліктері. Бірінші, оны тәуелсіз аккредиттелген орган жүзеге асырады. Екінші, ұйымның ISO 9001 және басқа халықаралық стандарттарға сәйкестігі тексеріледі. Үшінші, аудит қорытындысы бойынша сертификат беріледі, немесе керісінше сәйкестіктер анықталады. Сыртқы аудиттің мақсаты не? Бірінші мақсаты сапа жүйесінің сәйкестігін бағалау. Ұйым ISO 9001, ISO 22000 және басқа стандарттар талаптарын орындап отырғанын тексеру. Екінші, сертификаттау. Ұйымға халықаралық деңгейде мойындалатын сертификат беру. Үшінші, тұтынушы сенімін арттыру. Өнім мен қызмет сапасының кепілі ретінде компанияның имиджін көтеру. Төртінші, жүйенің тиімділігін бағалау, ішкі бақылау, өндірістің процестер, құжаттама және қызметкер жұмысының нәтижелігін тексеру. Бесінші, жақсартуға ықпал ету. Ұйымға сапа менеджментінің жетілдіруі бойынша ұсыныстар беру. Сыртқы аудиттің түрлері. Сыртқы аудиттің түрлері ол сертификаттау аудиті сапа жүйесін алғаш рет сертификаттау үшін жүргізіледі. Қадағалау мониторинг аудиті сертификаттың қолданылу мерзімі ішінде жыл сайын өткізіледі. Ресертификация аудиті сертификат мерзімі аяқталған кезде қайта бағалау үшін жүргізіледі. Екінші тарап аудиті тұтынушы немесе ірі тапсырыс беруші өзінің жеткізушілерін тексеру үшін жүргізеді. Сыртқы аудит жүргізу тәртібі. Сыртқы аудиттің кезеңдері ISO 19001 стандартына сәйкес жоспарлаудан, яғни оған сертификаттау органы аудит бағдарламасын құрады. Ұйымға тексеру уақыты мен ауқымы хабарланады. Құжаттаманы алдын ала талдау жүргізіледі. Сапа нұсқаулығы, ішкі регламенттер, стандарттарға сәйкестік дәлелдері қаралады. Кіріспе жиналыс аудиттің мақсаты, әдістері, тексеретін бөлімдер түсіндіріледі. Негізгі аудит қызметкерлермен сұхбат жүргізу, құжаттар мен жазбаларды тексеру, өндірістік процестерді бақылау, сәйкессіздіктерді тіркеу болып табылады. Қорытынды жиналыс нәтижелер таныстырылады, сәйкессіздіктер бойынша түзету әрекеттер ұсынылады. Аудит нәтижелерінің қорытындысын құжаттық рәсімдеу. Сыртқы аудит қорытындысы арнайы құжаттармен рәсімделеді. Аудит есебі, аудит мақсаты, ауқымы, тексеру әдістері, табылған сәйкестіктер мен ұсыныстар көрсетіледі. Сыртқы аудит қорытындысы арнайы құжаттармен рәсімделеді. Сәйкестіктер актісі, әрбір сәйкестіктің сипаты, орны, уақыты және құжаттық дәлелдер көрсетіледі. Жақсарту бойынша ұсыныстар, сапа жүйесін жетілдіру жолдары, қорытынды шешім, ұйымға сертификат беру немесе сәйкестіктер жою уақыты беріледі. Сыртқы аудит бұл кәсіпорыннан тәуелсіз сыртқы ұйымдардың, мемлекеттік органдардың немесе сертификаттау орталықтарының өндірісті тексеруі. Егер ішкі аудит өзімізді тексеру болса, сыртқы аудит бұл емтихан тапсыру сияқты болып келеді. Тағам өндірісіне сыртқы аудиттің екі негізгі түрі болады. Бұл мемлекеттік бақылау міндетті түрде жүреді. Қазақстанда бұл тексеруді санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті жүргізеді, немесе СЭС. Мақсаты халықтың денсаулығын қорғау және заңнама талаптарына санпин талабы сақталуын қадағалау. Салдары, кемшіліктері табылса, айыппұлдар, өндірісті тоқтату немесе лицензиясын айыру.
деген іс-әрекет жасалады. Сертификаттау және серіктестік аудиті, яғни ерікті бірақ қажет болып есептеледі. Бұл халықаралық стандарттарға, яғни ISO 22000, халал деген сияқты басқа да стандарттарға сәйкестікті растау үшін өткізіледі. Мақсаты не? Ірі сауда желілеріне, мысалы Magnum, K-Food деген сияқты жерлерде тауар өткізу, экспортқа шығу немесе тұтынушы сенімін арттыру. Тексеруші тәуелсіз аудиторлық компаниялар, мысалы Интертек деген сияқты компаниялар жүргізеді. Сыртқы аудитке дайындық не нәрсені міндетті түрде тексереді. Сыртқы аудиторлар көбінесе ішкі аудиторлар назар аудармаған терең тұстарды қарайды. Бірінші, ол заңды құжаттама, судың сараптамасы бар ма, дезинфекция, дератизация, келісім шарттары, қызметкерлердің медкітапшалары бар ма, соны тексереді. Екінші, қадағалануы, traceability, яғни кез келген дайын өнімді алып, оның қай шикізаттан жасалғанын және ол шикізаттың қайдан келген 3-4 сағат ішінде дәлелдеп беруіңіз керектігін айтады. Үшінші, зертханалық сынақтар, өнімнің бактериологиялық және химиялық қауіпсіздігін растайтын протоколдарды сұратады. Төртінші, валидация, яғни технологиялық процестерді, мысалы сүт зарарсыздандыру, шынымен де қауіпті бактерияларды жоятынына ғылыми дәлелдемелер бар жоқтығын сұрайды. Сыртқы аудиттен сәтті өтудің негізгі ережелерін айтатын болсақ, бұл жерде, яғни егер де санитарлық эпидемиологиялық талаптар бойынша еден күніне 10 рет жуған жағдайда да, бірақ журналда белгіленбеген жағдайда аудитор үшін еден жуылмаған болып есептеледі. Сыртқы аудиттің екі бағыты да маңызды болғандықтан, мына жерде ISO сертификатына дайындық қадамдарын айтуға болады. Яғни сіз мемлекеттік бақылау тексерісіне қажетті негізгі құжаттар жинаған мемлекеттік міндетті тексеріс болған кезде өндірісті бақылау бағдарламасы, кәсіпорын өзін өзі қалай тексеретіні туралы бекітілген жоспар. Медициналық кітапшалар барлық қызметкерлердің мерзімі өтпегенін тексеру, журналдар топтамасы, бракераж журналы, дайын өнімнің дәмін, сапасын тексеру, тоңазытқыш жабдықтардың температуралық режимін тексеру, үй жайларда дезинфекциялау және жуу журналының болуы, қызметкерлердің денсаулығын күнделікті тексеру, іріңді ауруларын бар жоқтығын, тері ауруларын бар жоқтығын тексеру, келісім шарттар, қоқыс шығару бойынша келісім шарт болу керек, дератизация, яғни кеміргіштерге қарсы қолданылатын шаралардың келісім шарты болу керек, дезинсекция, яғни жәндіктерге қарсы шаралардың бойынша қызмет көрсету құжаттары болу керек. Келесі, ISO 22000 немесе хас сертификаттау аудитіне дайындық жасайтын болсақ, халықаралық сертификат алу үшін тек тазалық, жеткіліксіз жүйе қажет болады. Негізгі 3 қадам: қадағалану, яғни traceability деген бойынша сіз кез келген уақытта кері қайтарып алу, яғни жаттығуын көрсете алуыңыз керек. Мысалы, мына шұжыққа қосылған дәмдеуіш қай күні, қай жеткізушіден келді деген, сол партиядан тағы қандай өнімдер жасалды деген сұраққа құжатпен жауап бере алуыңыз. Екінші, сын нүктелерін валидациялау барысында, егер сіз сүтті 80 градуста пісіреміз десеңіз, осы температураның зиянды микробтарды шынымен өлтіретінін растайтын ғылыми есеп немесе зертханалық қорытынды болуы тиіс. Келесі, тәуекелдерді талдау. Физикалық, мысалы шыны, металл, химиялық жуғыш заттар және биологиялық бактериялар сияқты қауіптердің алдын алу жоспарының болуы. Яғни қандай да бір осындай қауіпті факторлар туындағанда өндіріс орнының қызметкерлерінің әрекеті қандай деген сияқты қадамдарды жазылған нұсқау болу керек. Аудиттен құлап қалмау үшін сыртқы аудитке 1 апта қалғанда стресс тест жасаған дұрыс. Яғни кез келген журналды кездейсоқ ашып,
ондағы жазбаларды шындыққа жанасатын тексеру. Жұмысшылардан егер өнім мен металл сынығын тапқан жағдайда не істеу керек деген аяқ асты қолайсыз сұрақтар қою, олар нұсқаулықты білу қажеттігін біз тексере аламыз. Өндірістік бақылау бағдарламасы құрылымы және сіз тексерісінде жиі кездесетін негізгі талаптарды қарастырсақ, өндірістік бақылау бағдарламасының құрылымы бұл құжат кәсіпорын басшысымен бекітіледі және келесі бөлімдерден тұру керек. Кәсіпорын туралы мәлімет, қуаттылығы, цехтарда тізім, жабдықтар болуы, тексеру кестесі, қай жерден, қашан және қандай сараптамалар алынатыны, мысалы, айына бір рет дайын өнімнен бактериологиялық сынама алу, жауапты тұлғалар, санитарлық талаптардың орындалуына кім жауапты, технолог, сапа менеджер немесе директор, зертханалық зерттеулер, судың сапасы, жұмысшылардың қолынан алынатын шайындылар, смывтар, яғни ауаның тазалығы туралы зерттеу нәтижелері, қызметкерлерді оқыту, санитарлық минимумнан өткізу жоспары. Келесі СЭС-тің тексеру парағы негізі бақылау нүктелері қандай болады? Тексеру кезінде инспектор мына сұрақтар бойынша бағалайды. Су және кәріз. Орталықтандырылған су жүйесі бар ма? Ыстық және суық судың үздіксіз келуі қамтамасыз етілген бе? Ағындық поточность, яғни шикізат пен дайын өнім жолдары қиылыспайды ма? Бұл еңгі маңызды талап болып табылады. Яғни таза аймақ пен лас аймақтың бөлінуі. Келесі жабдықтарды таңбалау, яғни пышақтар мен кесу тақталарында өзінің белгілері болу керек. Ш, Е деген, яғни шикі ет, П, Е деген піскен ет, шикі көкөніс, Ш, К деген сияқты таңбалар бар ма дегенді сұрау. Келесі қалдықтарды басқару. Қоқыс контейнерлердің беті жабық па және олар уақытылы шығарыла ма? Келесі жуғыш заттар, қолданылатын хлор немесе басқа дезинфекциялық заттар Қазақстан Республикасында тіркелген бе? Сертификаттар бар ма? Күнделікті толтырылатын міндетті журналдар, бұл журналдар бүгінгі күнмен толтырылуы тиіс. Олардың болмауы аудиттегі ең алғашқы ескерту болады. Тоңазытқыш жабдықтарының температурасын есепке алу журналы күніне 2 рет таңертең және кешке әр тоңазытқыш бойынша жазылады. Келесі денсаулық журналы гнойничковый журнал, яғни күн сайын ауысым алдында қызметкерлердің қолында жара, іріңді аурулар, дене қызуы жоқтығы тексеріліп белгіленеді. Бракераж журналы дайын тағамдардың, өнімдердің органолептикалық дәмі, түсі, иісі, сапасын бағалау жүргізіледі. Үй жайларды дезинфекциялау және жуу журналы қай күні қандай ерітіндімен кім тазалағаны туралы жазба болуы. Келесі фритюр майын ауыстыру журналы, егер өндірісте май қолданылатын болса. Келесі бактерицидті шамдарды есепке алу журналы, кварц шамдарының қанша сағат жұмыс істегенін бақылау. Келесі жабдықтар мен инвентарларды таңбалау, маркировка, тағам өнімдерінің айқас ластануы кросс-контаминейшн болдырмау үшін қолданылады. Әр тақтайша мен пышақта келесі белгілер болу керек. Жаңағы шикі етке тек шикі етті өңдеу және кесу. Піскен ет деген белгісі бар тақтаға тек піскен дайын ет өнімдерін қолдану. Шикі балық ШБ деп тұрады, шикі балық өнімдеріне арналған. Піскен балық ПБ, яғни дайын балық өнімдеріне арналған. Шикі көкөністер ШК, яғни жуылған бірақ өңделмеген көкөністерге арналған.
піскен көкөністер ПК, салаттарға немесе гарнирлерге арналған көкөністер. Н деп нанға, нан және нан өнімдеріне қолдану. Г гастрономия, ірімшік, шұжық және тағы басқа дайын өнімдерге арналған. Түстік таңбалау. Қазіргі заманауи заводтар мен мейрамханалар тек әріппен емес, түспен таңбалауды да қолданады. Бұл аудиторларға өте жақсы әсер қалдырады. Мысалы, қызыл деген түс шикі етке, көк балыққа, жасыл көкөністер мен жемістерге, сары шикі құс етіне, ақ нан немесе сүт өнімдеріне қолдану. Денсаулық журналының толтырылу үлгісі. Бұл журналдар әр ауысым басына толтырылады. Онда қызметкерлердің қолында қандай да бір аурулар бар ма, соны анықтайды. Ішек ауруларының жоқтығын қарастайды. Мысалы, жаңағы журналда күні көрсетіледі, қызметкерлердің аты жөні, лауазымы, ауысымға жіберілді ме соның. Қызметкерлерге арналған гигиеналық нұсқаулық. Бұл нұсқаулықтың өндіріс кіреберіс немесе киім ауыстыратын жерге іліп қоюға қажет. Яғни қол жуу тәртібі. Жұмыс бастар алдында, дәретханадан кейін, шикі өніммен жұмыс істеген соң, қоқысқа тигеннен кейін, маңызды қолды шынтаққа дейін сабынмен жуып, антисептикпен өңдеу қажет. Сыртқы келбет, арнайы киім, таза үтіктелген болуы тиіс. Шаш қалпақтың сетканың астына толық жасырылу қажет. Әшекейлердің жұмыс кезінде сақина, сырға, сағат, алқа тауыпқа тыйым салыну, өнімге түсіп кету қаупін алдын алу. Тырнақ қысқа алынған лаксыз болу қажет. Өндіріс аймағында тыйымдар тамақ ішуге және сусын ішуге тек арнайы бөлінген бөлмеде ғана тұтыну, шылым шеуге тыйым салу, жеке заттарды телефон, кілт жұмыс үстеліне қою. Қорытындылай келе, сыртқы аудиттің, яғни осы дәрісте біз өте маңыздылығын және сыртқы аудит жүргізгеннен кейін жаңағы тұтынушыға және өндірушіге қандай ерекше тиімді тұстары бар екендігі анықталды.